Соңғы кезде ата-анасы мен Әсияның арасы суынып кетті. Әсіресе әкесі Отар қызына отырса, тұрса ала көзімен атып жақтырмайды. Ал Әсия болса жат адамдай үй ішінен ала бөлектеніп, көбіне үнсіз тұнжырап отырады да қояды. Бұл салқындық үйге өткен жазда кірген. Осы бригадада тұратын Жақып шал өзінің кіші баласын үйлендіру үшін Әсияға құда түсе келген. Сөз уар шал әңгіме төркінін мақалдап, мәтелдеп, алыстан бастап, ақырында өзінің де, Отардың да жан-жақтылы екенін, балаларының да жастары құрбы, бір-бірінің теңі екенін айтып, қиыла тілек білдірді. Бұрын да талай адамдар қызына құда түсе келгенде, баланың өзі білсін, жастар өздері келіссін деп, иің босаң жауап беріп, аттандырып салатын. Отардың көңілі бұл жолы құдаға қатты құлады. Қызын оңаша шақырып алды да өзі сөйлесті, әкелік ақылын айтты. Әсия, шырағым, сенің жат жұрттық екеніңді мына анаң екеуміз туғаныңнан ақ білеміз. Жасыңның келіп қалғанын өзінде түсінерсің. Бұрынғылар айтады екен, ұшы қайрылған біз қорлық, отырып қалған қыз қорлық деп. Енді мұнан былай қарай отырып қалсаң, ең әуелі бізге батады. Мұндай түзік адамда кездесе бермес, деп сөзін соза отырып, бар жайды аңғартты. Ашаң жүзі қызара тершіген Әсия, әке сөзін төмен қарап үнсіз тыңдады да сыртқа шығып кетті. Қораның артына барып, Жақып шал кеткенше жасырынып отырып алды. Әкесінің айтқандары есіне түскен сайын, жәбір көрген баладай өксіп-өксіп жылады. Кешкісін анасының алдында солығын баса алмай тағы да жылады. Көңілі сүймейтін адамға бара алмайтынын айтты. Бірақ әкесі дегенінен қайтпауға бекінген. Сүймеймін дегенің тағы да қандай өнер? Осы ата-бабаларымыз сүю деген пәлені білмей-ақ өмір сүріп еді. Сонда да үрім бұтағы өсіп өркендеді. Бізді тапқан анамыздың да әкемізге сүйіп тидім дегенін естіген емеспін. Бірақ марқұм бұл дүниеден армансызбын дейтін. Мына тұрған шешең екеумізден де бір-біріңді сүйесіңдер ме деп кезінде ешкім сұраған жоқ. Керек десе үйленген күнге дейін бір-біріміздің қандай екенімізді дұрыстап білген емеспіз. Әкелеріміз өзара құда түсті де, бас аяғы 3-4 күннің ішінде той-томалағын жасап, үйлендіре қойды. Міне, көзі отыр ғой, өтірік десе. Біз отасқалы 40 жылдан асыпты. Шүкіршілік, тату-тәтті өмір сүріп келеміз. Тіпті бірімізді біріміз сүйеміз-ау деп ойлаған емеспіз, деп бір ауық қызына зіл тастай отырып сөйлеген. Әсия болса, ләм деместен, безерген күйде басын шайқады. Қызының илікпес қалпын сезген соң, ашу шақырып, үй ішінің берекесін кетірді. Әсия оның ашуын қалайда үнсіз көтеріп алуға және қарт адамның осалдығы ғой деп іштей кешірім етуге әзір еді. Бірақ әкенің бір ғана сөзі қатты батты, есінен кетпестей боп жүрегіне дік тиді. Енді өстіп, қартайғанша отыр менің мойныма масыл бол, деген ол. Осы бір ғана сөзден кейін Әсияның әкеге деген өкпесі іште ерімес мұзға айналған еді. Сол күннен бастап ол бригадирге барып, өзі тіленіп жұмысқа шықты. Сонан бері Әсия көп өзгерді, жүдеді, көзінің төңірегін өте ұсақ әжімдер торлап, жанары тұнған судай мұңайып, ойлы қарайтын болды. Бригадада жастар жиналып көңіл көтерер клуб жоқ еді. Ал орталыққа Әсия алыс сынып бармайтын. Сондықтан жұмыстан кейін бос уақытта ылғи да үйде отыратын. Биылғы көктем аяқ асты шулы боп келді. 3 күн қатарынан лекілдеп ескек жел соқты да, сіресіп қатқан қалың қар бір түннің ішінде ұрланып көшіп кеткендей зым-зия жоқ болды. Жер ақ көйлегін шешкен арудай сыланып, құлан таза болды да қалды. Көктем көрінісі көзді арбап, көңілге нелер қилы ой салатын ең бір жақсы шақ еді. Құстар да көбейіп кетті. Ертеден кешке дейін дүр-дүр етіп ағаштан ағашқа қонып, у-шу базар жасап,
мәз-мейрам болып шықылдасып бір тыным таппайды. Қыстай жайбарақат жатқан колхоз өмірінде де апыр-топыр әбігер басталды. Осы көктеммен бірге Әсияға да белгісіз бір үлкен сезім қатар келді. Әлде қайдан алыстан ерекше бір хабар күткендей үнемі елегізіп тыңдайтын сияқты ұшар құстай үркектеп айналасына жалтақтай берді. Түні бойы пердені ысырып қойып, кірпік қақпастан терезеге қарайды. Осындай күндердің бірінде жер солқылдатқан трактор бригаданың кішірек көшесін қақ жара отырып, дәл отардың есігінің алдына кеп тоқтаған. Аласа бойлы, кепкасын бір жағына қисайта киген, қазанбас жеңілтек қара жігіт жерге секіріп түсті. «Отағасының үйі осы ме екен? Біз қонақпыз», деді дәл бір қора кісі келгендей даурға дауыстап. Онан соң қақпа алдында тұрған Рәш кемпірге таяп кеп, иіліп қол беріп, күлімсірей амандасты. Ерні ерніне жұғар емес. «Атым Ноян, орталықтанмын. Бригадир жіберіп еді. Жатақхана әзір болғанша осы үйде жата тұр» деп. Отар ауланың ішінде тұрған. «Үй, ең болмаса бір адам сияқтысын жібермей ме? Мынасының түрін-ай, сауысқанша шықылықтаған неме ғой мынау бір», деп қойды ол қонақты жақтырмай. Әрине, бригадир жіберген адамды қондырмаймын деп және айта алмайды. Іштей тынып, үнсіз қабылдады. Ноян үй иелерінің бырысып тырыса қалған қас-қабақтарын елең қылмастан, сол салдырлаған қалпында көңілдене сөйлеп сыртта комбинезонын шешті де, шаңын сілкіп-сілкіп шарбаққа іліп қойды. «Ойбай шырағым-ай, малымыздың ішінде жебірлері бар. Жеп қойып жүрмесін», деген кемпір сөзіне, «Әй, жесе жей берсін, менің нем кетіп баратыр. Бұған сіңген солярка мен солидолда есесін жібермес», дей салды. «Ибай, не дейді? Аулағыл онда», деді кемпір. Ноян қарқ-қарқ күліп қолын бір сілтеді. Онан соң үйге кірді де нақ төрге отырды. Тек бір сәт терезенің алдында өзіне үлкен қара көзімен тесіле қарап тұрған Асияны көргенде сәл абыржып қалды. Артынша «Сен бізбекесің бе?» деп ойнақы тіл қатты. Қыз жауабы көңілінен шықпаса, сөзбенен шағып алып, мазақ етіп, үйді басына көтере күлуге дайын еді. «Жоқ, Асиямын. Неге олай дедіңіз?» деді қыз ақырын ғана жұмсақ үнмен. Жұрт отағаңды шық берместен бір беремес десіп жүр ғой. Мен бүгін бригадирден осы үйге әдейі сұранып келіп едім». Солай ма? Қыз даусында тереңнен шыққан бір күрсініс бар еді. «Әкесі сараң екен деп, қызы неден жазықты болмақ сонда?» деді онан соң. Омырауына түскен қалың бұрымдыларының бірін жайлап тарқатып, қайта өрді. Енді екінші бұрымын тарқата бастады. Неге екені белгісіз, Әсияның жабыңқы жүзіне қарап отырып, Ноянның оны титтей де ренжіткісі келмеді. Күлкісін тыйып, Әсияға кешірім өтіне қарап, мұнан кейін үнсіз отырды. Малын қоралап жайластырып үйге кірген Отар қонақты жақтырмағандағы әдетінше төмен қарап отырып, онсыз да шиыра-шиыра шуда жіптей болған жіп-жіңішке мұртын түкірігімен сулап, тағы да сылай бастады. «Қарап отырғанша сөз болсын, отағасы. Мұрт жібергеніңізге неше жыл болды, отағасы?» деп сұрады әлден уақытта Ноян. Танауы жыбырлап, көзі жайнап шыға келді. Отар оған алара бір қарап қойды да, теріс бұрылып жастыққа жантайды. Әсия тұншыға мырс етіп, ауызғы бөлмеге шығып кетті. Тамағын кенеген Отар, «Өй, әдепсіз ит, тарт тіліңді» деп ақырып жіберуге оқталды да, ол ойынан тез қайтты. «Қой, бұл немеден үндемей құтылған жөн болар» деп түйді. Қу тілді, шолжындығымен, тапқырлығымен бүкіл колхозға аты шыққан Ноянның кейбіреулерге істегендері туралы Отар бұрын талай күлкілі әңгімелер естіген. Қазірде өзін солар сияқты мерт қылар деп қорықты.
Аңдысқан мысық пен тышқандай төсекке екеуі де үнсіз жатты. Таңертең елден бұрын тұрған Отар қорадағы малды шығарды, қораны сыпырды. Дала тұнық еді. Алыстан тау шыңдарын жара көтерілген күннің өткір сәулесі жер бетіне найза кірпіктеніп шашырай бастады. Жаңа басылған жұқа киіздей боп жатқан аппақ шық мөлт-мөлт етіп ілездей еріді. Отар үйге кірді де төрде шалқасынан түсіп қорылдап жатқан Ноянды: «Әй, тұр! Өзің ұйықтау үшін келген немесің бе? Тұр!» деп түртіп оятты. Ұшып тұрған Ноян көзін уқалай салып, тез киініп алды да тысқа шықты. Әсия жатқан қарсы үйдің терезесінің тұсынан өтіп бара жатып, ішке көз тастады да кілт тоқтап, сілейіп тұрып қалды. Аузы ашылып, терезеге үңіле түскен. Тек күшене жөтелген Отар артынан ілесе шыққан соң, амалсыз ары қарай жүріп кетті. «Бұ не қарап жүр?» деген оймен Отар да терезе тұсына келген. Перде ысырулы, Әсия терезеге сәл қырындай бұрылып, жалаңаш кеудесін ашып тастаған, тәтті ұйқыда жатыр екен. Отар терезені ұрып жіберді. Әсия шошып оянған, әкесінің ашулы кескінін көріп, көрпені басына дейін жамылып алды. Шай үстінде Ноян кешегідей тықылықтағанын қойып, шетте отырған Әсияға қараумен болды. «Кетерінде көрсеткен пейілдеріңізге рахмет», деді. Бұл алғыс тек Әсияға ғана арнап айтылғанда естілді. Көктем егісі басталып та кетті. Әсия түнгі кезекте сеялкаға шықты. Бригада төңірегіндегі участоктерге түскен тракторлардың жан-жақтан жер солқылдата шыққан дүрілдерін шағын ауылды мүлдем дүрілдетіп жіберді. Терезелердің бос әйнектері күндіз-түні бірдей зыңылдап, ала қыстай тыныштыққа үйренген жұрттың құлағын тұндырды. Кейбіреулер ұйқысынан айырылды. Осындай мазасы кеткендердің бірі Отар еді. Ол енді түнде ұйықтау дегенді қойды. Күндіз ұзақты күнге жекеменшіктің малын бағып, аяқтары сырқырап шаршап қайтады. Ал кешкісін басы жастыққа тие берсе болғаны. Бүкіл үй жар шетінде іргесі солқылдап құлағалы тұрғандай көрінеді де, ұйқысы шайдай ашылады. Амалсыздан қайта киініп сыртқа шығады. Әбден діңкесі қатқанша аула ішінде ары-бері сенделіп жүреді де қояды. Әсияның бөлмесі де терезесі көңілсіз үңірейіп салқын тартып бос тұр. Осылайша ұйқысы бұзылған мазасызданып жүргенде Отардың көңіліне қызы туралы да неше түрлі ойлар түседі. Түнгі кезекке шыққалы Әсия әкесімен бетпе-бет кездескен емес. Ертеңгілікте бұл мал өргізгенде қызы үсті-басы шаң-шаң болып, жүзі тотығып шаршап қайтады да, жуынып тамағын ішуге де мұршасы келместен төсекке құлайды. Содан күн кешіргенше тырп етпей ұйықтайды да, Отар өрістен малды айдап оралған кезде көзі ісіне қызарған Әсия түнгі кезегіне кетеді. Өз обалы өзіне, дейді Отар. Жаны тыныш болатын жерге бармады, енді жүрсін осылай. Соңғы күндерде Әсия аяқ асты көңілденіп, ән айтатынды шығарды. Бұрын қызының ән салғанын естіп көрмеген Отар қоңыраулы нәзік дауысқа таң-тамаша болды. «Апыр-ай, деп басын шайқап қояды. Бүгін Отар өрістен қайтқанда, Рәш оны екі көзі былаудай болып жылап қарсы алды. «Не боп қалды?» деді шошынған Отар. «Қызың кетемін деп жүр». Қайда кетем дейді? Қайда екенін айтқан жоқ. Бірақ осы егіс жұмысы аяқталысымен кетемін дейді, деп кемсеңдеген Рәштің көзі тағы да жасқа толды. Киім-кешектерін шамаданына салып қойды. Кетсе жолы болсын, деді өзі шаршап қайтқан Отар немкетті түрде. Ал шындығында бұл хабар оған жай соғып өткендей әсер еткен. Қолы дірілдеп, тамақты да жөндеп іше алмады. Отардың үйі бригаданың ең шетінде болатын. Өткен күзде жыртылған зәптің бір басы осы үйдің іргесінен басталушы еді.
Сол зәпке кешке қарай трактор түсті де, отардың ұйқысы мүлдем қашты. Онсыз да көңілі ұйқы-тұйқы болып отырған ол жылы киініп алды да үйдің артына шықты. Түн тастай қараңғы екен. Аспан тұтасқан бұлт, көктемгі сызды ауа дымқыл тартып, қап-қара болып созылып жатқан участокте алды-артында фары жарқыраған трактор көсіле есіп тұр. Тіпті тез жүреді. Тіркемнің 2 сеялкасы бар екен. Трактор бір айналып осы үйдің тұсына жақындап кеп тоқтағанда, екінші жақтан салдырлап жеткен арбаның дыбысы естілді. Сеялкадағылар тұқым құйып алуға кірісті. Дабырласа жүріп, қап көтерісе бастады. Бір таныс дауыс отардың құлағына анық жеткен. Сөйткенше болған жоқ. «Әсия, былай тұршы, мен көтерейін», деді әлгі дауыс. Ноянның дауысы екенін білді отар. Сәлден кейін трактор тағы жүріп кетті. Бұл кезде сытыр-сытыр етіп жаңбыр жауа бастаған. Трактор қазір тоқтар деп ойлаған отар, бірақ тоқтамай қойды. Жаңбыр сытыры жиіледі. «Апыр-ай, мына есерсоқ тұқымды бетпаққа сеуіп рәсу ағыламай», деп қойды отар. Трактор участкінің арғы басына жетіп бірақ тоқтады. «Тоқтаған жерін-ай мына ақымақтың», деді отар ызаланып. «Ойпыр-ау, бері кеп тоқтап, жаңбыр басылғанша үйге кіре тұрмай ма? Әрине, ол қудың несі кетіп барады, су болса сеялка үстіндегілер су болады». Әсия келер деп біраз күтіп еді, ешбір сыбыс білінбеді. Отар үйге кіріп, үлкен кенеп плашты өзі жамылды да, Әсияға бір плашты алып жүріп кетті. Айдалған жердің батпағы аяққа жабысып өте ауыр еді. Шетке шығып, ши қияқты тың жерді жағалап жүруге тура келді. Трактордың тұсына жеткен кезде, өткен жылдан қалған сабанның маясына тап болды. Бұны неғып өртемеді екен әлгі агрономдар деп ойлады. Өзі қазір от тұтата кеткісі келген. Осы сәтте маяның арғы жағынан сыңғырлаған қыз күлкісімен күбір-күбір сөйлескен дыбыс шықты. Отар әуелде сәл сескеніп қалды да, қырындап маяға таяды. Оңаша сөйлесіп отырғандардың дауыстарын танығанда жарылып кете жаздады. Бұлар өзінің қызы Асия мен Ноян болатын. «Жаңбыр қандай жұп-жұмсақ? Ноян, бетіңді төсеп көрші». Қызының осы сөзін анық естіген, отар басын көтеріп, бетін жаңбырға төсеген. Көктемнің жылымышы ұсақ жауыны бетті қытықтағандай бүркіп жауып тұр. «Иә, расында да тамаша екен», деді жігіт қостап. «Мына екеуінің ақымағын-ай», деп ойлады тыржиған отар бетін сүртіп. Қызы мен Ноянның онан арғы сөздеріне құлағын тосты. «Әсия, ау, тракторда қалғандар екеуміздің бұл кетісімізді ертең елге жайып сөз қылады ғой. Мейілдері маған бәрібір, не десе о дей берсін. Сенің әкеңнің құлағына тисе қалай болады? Ол кісі мені жақсы көрмейді ғой. Өзің айттың ғой, дүниеде махаббатқа ештеңе қарсы тұра алмайды деп. Сол сияқты менің әкем де біздің махаббатымызға ештеңе істей алмайды», деді Асия сенімді дауыспен. Енді бір сәт екеуі де тым-тырыс бола қалды. Жауынның бір қалыпты сытыры ғана естілді. Ақырып жандарына жетіп баруға қанша оқталғанмен, отарды белгісіз бір күш жібермеді. «Ноян, әй Ноян, сен алғаш біздің үйге кіріп келгеніңде, жүрегім өзінен өзі дір ете түсіп, аттай тулады. Бір түрлі қорыққанымды да, қуанғанымды да білемін. Біздің үйге қонған түні таң алдында сен түсіме кірдің. Өмірімде естен кетпейтін түс. Әкем оятып жіберді дәл сол кезде. Сонан кейін-ақ сені жақсы көре бастадым. Сенің тракторыңа түнгі кезекке өзім сұрандым. Сәулем менің». Жігіттің үні дірілдей шықты. «Әсия, ау, енді екеуміз мәңгі бірге боламыз. Мен өмір бойы сендікпін. Мен де сендікпін». Отар бұлардың сөздерін тыңдамастан теріс бұрылды. Бір ауық ала сұрынып не істерін білмеді. Тек бет алды басы ауған жаққа қарай салбырап жүре берді.
дүниеде махаббатқа ештеңе қарсы тұра алмайды деген қызының әлгіндегі сөзін еске алды. Ал махаббат деген не екен сонда? Махаббат ғашықтар туралы қиссалар мен жырларда ғана болушы еді ғой. Осы жасына дейін өмірде махаббат дегеннің болатынын еш уақыт ойлаған емес. Енді міне қызының айтып отырғаны мынау. Оның есіне ертеде болған бір оқиға түсті. Отар 19-ға толып, тұңғыш ұлы Басар туған кезде бұлар алғаш ұйысқан артельге мүше болып кірген. Сол жылы қазақ қыздарының арасында өте сирек кездесетін жай, Мақира деген дәрігер қыз колхозға келді. Отар оны көрген жерден қатты ұнатқан. Бірде көктемде салқын су ішіп, мұның тамағы ауырады. Сонда Мақираға барған. Ақ халат киген, талдырмаш жас қыз ұялшақ жігіттің тілін темір қасықтың сабымен басып тұрып көрді. Сол сәттегі жұп-жұмсақ қыз қолының табақ аурудан айырғандай еді. Отар тәуірленіп кеткеннен кейін де тамағын сылтауратып дәрігер қызға келгіштей берді. Құрбым, сіз семьялы адамсыз ғой, мұныңыз жарамайды, деді бір күні қыз түсін суытып. Бұл сөз Отарды бетке ұрып қалғанмен бірдей еді. Ол өзінің Мақираға кездеспей тұрып үйленгеніне сонда бірінші рет өкінген. Жыл өткен соң қыз оқуын ары қарай жалғастыру үшін қалаға кетті. Міне содан бері қаншама жылдар өтсе де, анда-санда Отар сол шақты ұйып отырып, ішінен ғана еске алатын. Шіркін қырмыз еді-ау, дейтін. Мүмкін махаббат деген сол шығар. Жалғызсыраған Отар жауын астында аяғына ауыр батпақ жабысып, сүйретіліп жүріп келеді. Дірілдей шыққан көбірлер соңынан ілесе жүргендей құлағынан кетер емес. Әсия, сүйейінші. Түк қойшы, ноян. Сүйейін да бір рет. Ноян, қой. Отар тістенген күйі көзін тарс жұмып қалшиып тұрып қалды. Меңіреу тыныштық. Тек кенеп плашқа ұсақ жаңбыр тамшылары тырс-тырс етеді. Отар өзіне өзі күбірлеп басын шайқады. Махаббат. О, тоба. Бұл әңгіменің авторы Сайын Мұратбеков. Құрметті достар, егерде осы әңгіме сіздерге ұнаса, лайк қойып, пікірлеріңізді жазсаңыздар, мен өте қуанышты болар едім. Осы видеоның астында подписаться деген сөзді басып, жанында қоңыраушаны басып қойыңыз. Сіздермен бірге болған Темірбай Гүлжанат және Білім ТВ арнасы. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар, құрметті достар.